Баршаңызға сәлем, құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен манты рецептімен бөліскім келеді. Бұл рецепт бойынша манты өте дәмді және шырынды болып шығады. Алдымен қамырын дайындаймыз. Қамырға керек ингредиенттер ол жұмыртқа, ұн, тұз, су және сұйық май. Су бөлме температурасында болу керек. Барлық аталған ингредиенттерді қосып қамыр илейміз. Қамыр дайын болғаннан кейін оны әбден илеп 1 сағатқа қоямын. Сол кезде екінші рет қамыр илеуді қажет етпейді. Қамыр жабысып жатса, аздап ұн сеуіп илеп аласыз. Қамыр жұмсақтығы орташа және қолға жабыспайтын болу керек. Ал мантының салмасына керек ингредиенттер ол фарш, мен 2 түрін қолдандым. Майда туралған 40 қабат, тартылған пияз, тұз және қара бұрыш. Барлық ингредиенттерді терең ыдысқа салып, араластырамыз. Дәміне қарай тұз қосамын. Фаршқа аздап су қосамын. 40 қабат пен су тартылған етке шырындылық қосады. Қамырды жайған кезде ұнды аздан және жиірек қолдану керек. Өйткені ұнды көп қолдансаңыздар, кейін мантыны жасағанда қамыры бірікпей қалады. Ең алдымен қамырдың шеттерін тегістеймін. Содан кейін қамырға жиі аздан ұн сеуіп қамыр жаямын. Егерде қамыр бір жерде қалың, бір жерде жұқа болып жатса, осылай тегістеп аламын.
Қамырды жайған кезде тым қалың немесе жұқа болмау керек. Қамыр өте жұқа болса, пісірген кезде қамыр жыртылып салмасының бәрі түсуі мүмкін. Ал қамыр дұрыс қалыңдықта болса, кейін мантыны сүйсініп жейтін боласыз. Мантыға қамыр бір келкі болу үшін осылай өлшеп кесіп аламын. Дайын кесілген қамырды кеуіп кетпеу үшін осылай шүпірек майлықтың астына қойып қоямын. Фаршты кесілген қамырдың бетіне салып, манты түйіп жасаймын. Арнайы манты пісіретін ыдысты майлап аламыз, немесе осындай әдіс қолданса болады. Дайын түйілген мантыны 45 минут баяу отта пісіремін. Құрметті мен көрермендерім, осы видео сіздерге ұнап жатса, сіздерге пайдалы болса, төменге лайк басып, пікірлеріңізді жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.